Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгінгі сіздермен өтілетін жиналыстың тақырыбы жаңа оқу жылында балаларды оқыту туралы. Жиналыстың мақсаты коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты карантиндік шаралар жағдайында жаңа 2020-2021 оқу жылында оқу ерекшеліктері туралы ата-аналарға хабардар ету. Жалпы республикалық ата-аналар жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер төмендегідей. Бірінші, жаңа оқу жылындағы оқу форматы. Екінші, оқытудың штаттық режимде санитарлық талаптарды сақтау. Үшінші, қашықтан оқыту баланың іс-әрекеті және жұмыс орны. Төртінші, қашықтан оқыту процесі жүргізілетін білім беру интернет платформаларымен танысу. Бесінші, жаңа оқу жылында білім алушыларға бағалау жүйесін таныстыру. Алтыншы, баланың оқу режимі және демалысы. Жетінші, баланы өздігінен оқуға қалай ынталандыруға болады. Сегізінші, интернетті қауіпсіз пайдалану үшін ата-ана балаларға үйрететін ережелер. Тоғызыншы, интернеттегі балалардың жұмысын ата-ана бақылауы ережесімен таныстыру. Оныншы, ата-ана мен баланың қарым-қатынас психологиясы. Күн тәртібіндегі 9 мәселемен мен өзім сіздерге таныстырып өтемін. 10-шы мәселе бойынша мектеп психологы сіздерге таныстырылым жүргізеді. Бүгінгі жиналысымыздың күн тәртібіндегі бірінші мәселеге тоқталатын болсақ, бұл жерде жаңа оқу жылындағы оқу форматы. Биылғы 2020-2021 оқу жылында оқу процесі келесі бағыттар бойынша өтеді. Бірінші, қашықтық форматта шағын жинақталған ауыл мектептерін қоспағанда 1 қыркүйектен бастап мектеп алды даярлық 1-11 сыныптарда елдің барлық мектептерінде. Екінші, қатаң санитарлық шараларды сақтай отырып, кіреберісте дезинфекциялаушы кілемше, тепловизорлар, санитайзерлер, ылғалды дезинфекциялау тазалығын қамтамасыз етуге арналған құралдар. Ата-аналардың өтініші бойынша кезекші сыныптар бастауыш сынып оқушылары үшін. Үшінші, эпидемиологиялық ахуалды қолайлы шалғайдағы елді мекендерге қатаң санитарлық шараларды сақтай отырып, жүргізілетін штаттық режимдегі мектептерде. Төртінші, халықтың сырқаттану деңгейінің тұрақты төмендеуіне байланысты санитарлық талаптарды сақтай отырып, оқытудың аралас және күндізгі форматтарына мектептердің біртіндеп көшу арқылы. Интернет платформалары, теледидарды пайдалану арқылы 49252 мектептегі 614334 оқушы, яғни 79% оқитын болады. Екінші мәселеге тоқталатын болсақ, оқытудың штаттық режимде санитарлық талаптарды сақтау. Қазіргі уақытта мектебіміз штаттық режимде жоқ. Штаттық режимде болған жағдайда білім алу контингенті 5-тен 180 адамға дейінгі шалғайдағы ауыл мектептерде сыныптардағы балалар саны 15 адамға дейін болу керек. Халықтың сырқаттанушылық деңгейінің тұрақты төмендеуіне байланысты мектептердің штаттық оқу форматына біртіндеп көшуі жүзеге асырылса, 1 тоқсан аяғында көшірілуі мүмкін. Қашықтан оқыту ата-анаға арналған 10 ереже. Назарларыңызда болсын. Бірінші ереже сабырлы болу. Біз ата-ананың қатысуынсыз қашықтан оқыту мүмкін емес екенін түсінеміз. Ең болмағанда алғашқы кезеңде қалай болғанда да сіз үдеріске қатысасыз. Бұл жүйкені жұқартуы мүмкін. Сабырлы болыңыз және балаға тыныш, эмоциялық фонды беруге тырысыңыз. Бұл оның мазасыздығын азайтады, өйткені ол да қобалжуда. Екінші, сабақ оқу орны. Балаға жұмыс орнын әзірлеңіз. Бөлмесі болмаған жағдайда өзінің жұмыс жасауға ыңғайлы орнын дайындаңыз. Бастысы, жұмыс орны таза, жұмыс жасауға ыңғайлы болса жеткілікті. Баланың техникалық құралдармен қамтамасыз етіңіз. Компьютер, планшет, телефон, қайсысы бар, соның жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз және ғаламтордың қажетті кезеңінде істен шықпауын қадағалаңыз. Үшінші, платформамен танысу.
Балаңыз оқитын мектептің таңдаған оқу платформасына тіркеліп, баламен бірге онымен алдын ала танысып шығыңыз. Бұл кейбір түсінбеушіліктердің алдын алады. Кейбір платформаларда лекциялар мен тапсырмаларды орындауға мүмкіндік берілген. Төртінші, сабақтар кестесі. Баланың уақытын жоспарлаңыз және кесте құрыңыз. Мектепке барған кездегідей сабақтар кестесін жасап беріңіз. Сабақтар арасындағы үзілістерді естен шығармаңыз. Әр сабақтан кейін 5-10 минут, ал 2-4 сабақтан кейін 30 минут үзіліс жасаңыз. Бесінші, жұмыс атмосферасын жасау. Сабақ барысында баланы ештеңе алаңдатпауы қажет. Сондықтан мессенджерлердегі дыбыстарды сөндіріңіз. Үй жануарлары бар болса, оларды бөлмеден шығарып жіберіңіз. Баланың да назарын аударатын басқа да заттарды алып тастаңыз. Алтыншы, ыңғайлы киім. Бала сабақ оқуға ыңғайлы киімдер таңдаңыз. Ұйықтайтын, жатын киіммен, үй киіммен сабақ оқытпаңыз. Себебі бұл жұмыс атмосферасын қалыптастырмайды. Жетінші, күн тәртібі. Қазіргі күн тәртібін еске түсіретін уақыт. Ұйқы өсіп келе жатқан ағза үшін өте маңызды. Ұйқы кезінде ми сергек кетсе, алынған ақпаратты өңдеуді жалғастырады. Сондай-ақ ұйқы стрессті жеңуге көмектеседі. Бұл туралы ұмытпаңыз. Баланы сабақ басталғанға дейін кемінде 1 сағат бұрын оятыңыз. Ол жуынып, таңғы ас ішіп, сондай-ақ сабаққа дайындалып үлгеруі керек. Сегізінші, баланың жетістігін жазып қою. Бұл ынталандыруға көмектеседі. Әрбір жетістікті түрлі түсті парақтарға жазып, тақтайшаға іліп қоюға болады. Жоғары сынып оқушыларына келесілерді жасауға болады. Тапсыру керек барлық тапсырмаларды түрлі түсті парақтарға жазу және орындау шамасына қарай оларды тақтадан алып тастау. 9-шы, физикалық жүктеме және гигиена. Күн барысында бала дене қимылдарын жасауы, жаттығу, гимнастика жасауға ынталандырыңыз. Бөлмені үнемі желдетуді ұмытпаңыз. Көз, сондай-ақ компьютердің мониторынан демалу керек. Пайдалы көз гимнастикасын орындау. 10-шы, кері байланыс. Мұғаліммен үнемі байланыста болыңыз. Егер сабақ мазмұнына қатысты түсінбеушіліктер болса, мұғалімге сұрақ қоюға болады. Қобалжымаңыз. Қашықтан оқыту мұғалімдер үшін де жаңа тәжірибе. Олар да қобалжуда. 4-ші, қашықтан оқыту процесі жүргізілетін білімді интернет платформасымен танысу. Сабақты қашықтан өткізу үшін қолжетімді интернет платформалары бар. Олар Zoom, Skype, Google Classroom, Білім.kz, Мектеп онлайн, Дарын онлайн.kz, Күнделік.kz, Сабақ.kz, iTube.kz, Опит.kz, School, Өзін-өз тану.kz, Өнерлі еду.kz және де тағы басқалар. Осының ішінен біз жиі қолданып жүрген Білім.kz пен Дарын онлайн және өздеріңіз білетіндей Күнделік.kz платформалары. 5-ші, жаңа оқу жылында білім алушыларды бағалау жүйесі. Жаңа оқу жылына сапалы даярлану мақсатында карантиндік және шектеу шаралары кезінде қолдану үшін нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіледі. Формасын 1-ші, қашықтан оқыту кезінде мектеп формасын кимеуге рұқсат берілетіні туралы. 2-ші, қашықтан оқыту кезінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға өзгерту. Балдық жүйе енгізіледі. Формативтік бағалау үшін ең жоғарғы 10 балл жүйесі арқылы деп есептелінеді. 1-ші тоқсанда бір бөлім бойынша жиынтық бағалау және бір тоқсандық жиынтық бағалау өткізіледі. Жалпы қорытынды бағалау қалыптастырушы бағалаудан 25%, бөлім бойынша жиынтық бағалаудан 25% және 90 бойынша жиынтық бағалаудың 50%-ын қалыптастырады.
Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға арналған рубрикаторлар ұсынылатын болады. Қашықтан оқытуда үй тапсырмасы деген ұғым пән бойынша оқу тапсырмалары деп ауыстырылады. Тапсырмалар сабақ барысында орындалады. Өзін-өзі тану, көркем еңбек, музыка, дене шынықтыру, кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау оқу пәндері бойынша жиынтық бағалау жүргізілмейді. 6. Баланың оқу режимі және демалысы. Қашықтан оқытуға мәжбүрлі көшу әдеттегі өмірге түзетулер енгізеді. Балалар күн тәртібін бұзады, оларға жаңа талаптар қойылады және өзін-өзі тәрбиелеу бөлігінде қосымша жүктеме түседі. Мұның бәрі баланың үлгеріміне және денсаулығына әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты ата-аналардың басты міндеті балалардың оқуға деген қызығушылығы жоғалмау үшін қашықтан оқыту үдерісін ыңғайлы ету. Сондықтан жаңа жағдайда баланың күнін дұрыс ұйымдастыру өте маңызды. Онда оқуға, ойын-сауыққа және демалуға уақыт жеткілікті болады. Қашықтан білім алушылар үшін әмбебап күн тәртібін құру қиын. Өйткені барлық отбасылардың жағдайлары, мүмкіндіктері мен талаптары әртүрлі. Бірақ бірнеше маңызды сәттерді бөліп көрсетуге болатындығына назар аудару қажет. Бала карантин демалыс емес, аурудың алдын алуға бағытталған уақытша шара екенін түсіндіріңіз. Оқу тоқтатылмайды, бірақ қауіпсіздік мақсатында мектепте емес, үйде өтіледі. 7. Баланы өздігінен оқуға қалай ынталандыруға болады? Бала ата-анасынан үлгі алады. Сондықтан ең алдымен кітап оқуды өзіңіз әдетке айналдырыңыз. Бала өмірге келісімен-ақ оған ертегі, бесік жырын, батырлар жырын, басқа да халық ауыз әдебиетінен шығармаларды оқып беруден бастаңыз. Мына бала сабақ оқымайды, білмеймін, не істерімді деген сөздерді қыркүйек басталғалы бері жиі естиміз. Егер сіз де балама қайтсем сабақ оқытамын, білімге ынтасын қалай ашамын деп уайымдап жүрген болсаңыз, ата-ана тұрғысынан мотивация беріңіз. Білесіз бе, бала сабақ оқуға деген ең үлкен мотивацияны әуелі ата-анадан алады екен. 8. Интернетті қауіпсіз пайдалану үшін ата-аналарға балаларына үйрететін ережелер. Балаларыңыздың интернетте немен айналысатындығы туралы хабардар болыңыз. Олардан әртүрлі қосымшаларды қалай қолдануға болатындығын үйретуді сұраңыз. Балаларыңызға интернетте өздері туралы ақпаратты, ұялы телефон нөмірін, мекен жайын, мектептің нөмірін, сондай-ақ өздерімен отбасыларының суреттерін көрсетпеу керектігін түсінуге көмектесіңіз. Өйткені кез келген адам оны көре алады және оны өз пайдасына қолдануы мүмкін. Егер балаңыз спам, яғни қажетсіз электрондық пошта алатын болса, оған мұндай электрондық хаттарда жазылғандарға сенбеуін және оларға ешқандай жауап бермеуін ескертіңіз. Балаларға бейтаныс адамдар жіберген файлдарды ашпауды түсіндіріңіз. Бұл файлдарда вирустар немесе фотосуреттер, әдепсіз немесе агрессивті мазмұндағы бейнелер болуы мүмкін. Интернеттегі кейбір адамдар өтірік айтатындығын және олар кім екендерін айтпайтынын түсіндіріңіз. Балалар ешқашан өздері ерекшеліктерсіз шынайы өмірде білмейтін желідегі достармен кездесуге болмайды. Балаларыңызбен үнемі байланыста болыңыз. Интернеттегі басқа адамдардың әрекеттеріне қарай қарау және қалай әрекет ету керектігін айтыңыз, кеңес беріңіз. Интернетте біреу ренжітсе немесе агрессивті мазмұнда қабылдаса немесе тапса, балаларыңызды дұрыс жауап беруге үйретіңіз. Сүзгілеу құралының балаларыңыз пайдаланатын компьютерде дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз. Бүгін жиналысымыздың ең соңғы сұрағы, яғни күн тәртібіндегі ең соңғы мәселесі интернеттегі балалардың жұмысын ата-ана бақылау ережесімен таныстыру.
Балаңызбен компьютерде немесе мобильді құрылғыларда не көретіні және не істейтіні туралы сөйлесіңіз. Интернетпен ойындарға уақытты шектеңіз. Сабақтан тыс уақытта күніне 15-30 минут сабақ. Бұл күнделікті жаңа нәрсені игеру үшін жеткілікті. Күніне қанша уақыт компьютерді, гаджеттерді, қай бөлмелерде және қандай мазмұнды пайдалануға болатындығын келісіңіз. Ережелерді басып шығарыңыз. Олардың астына жазылыңыз және компьютердің жанына іліп қойыңыз. Егер бала қандай да бір тармақты бұзса, ережелерді дауыстап оқып, оларды сақтауға уәде бергенін еске түсіріңіз. Ата-аналық бақылау бағдарламасын орнатыңыз. Егер сіз күні бойы баланың жанында бола алмасаңыз, ата-аналық бақылау бағдарламаларының кез келгенін орнатыңыз. Әрине, бұл туралы балаға ескертіңіз. Мұндай бағдарламалар балаларды тәртіпке келтіріп қана қоймайды. Сонымен қатар берілген уақыттың соңында құрылғыларды өшіре алады. Компьютерді көрнекті жерге қойыңыз. Егер компьютер баланың бөлмесінде болса, оның шынымен оқып жатқанын көрмейсіз. Қонақ бөлмесіндегі немесе сіз көп уақыт өткізетін басқа бөлмедегі компьютер балаға күтім жасауға көмектеседі. Балаларға компьютерде уақыт өткізуді және нақты дағдыларды игеру түсініңіз. Мысалы, фотосуреттерді өңдеу, 10 саусақты басып шығару, немесе қарапайым заттарды бағдарламалауды үйрену. Мысал көрсетіңіз. Балалар көбіне ата-аналарының мінез-құлқын көшіреді. Сіздің балаңыз қандай әрекет жасасын десеңіз, сондай әрекетпен үлгі көрсетіңіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.